Құрметті әңгіме дүкен арнасының тыңдармандары, бүгінгі шығарылымыз атақты палуан Дәулет Тұрлыхановтың кіші інісі инспектор Талғат Тұрлыхановтың жұмыс барысындағы хикаяттары жайлы әңгіме өрбиді. Олай болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қазақ контентіндегі арнаны қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Қала табиғатының әрі кете бастаған күз маусымының соңғы күндері болатын. Әскер қатарынан оралғанына көп бола қоймаса да, Астанадағы көңіл қошын басқан аз күнгі серуеннің өзі Талғатты жалықтырып жібергендей. Әскердегі әрбір санаулы уақытқа әбден бойы үйреніп қалған ол тездетіп жұмысқа кіру қамын ойластырды. Ауылдағы ата-анасына да жұмысқа орналасқандығы жөнінде хабар беруі керек. Туған жерге көп аялдамай Алматыға тартып отырған себебі де сол еді. Ал енді қайда бармақ? Сонымен қатар, әр нәрсенің басын бір шалмай нақты бір шешімге келген жөн. Әрине, 20 жасар жігітті мазалаған осы ой иірімі ақыры Алматы қалалық ішкі істер басқармасының кадр бөліміне әкелді. Өзің ішкі әскер қызметінде болған екенсің, деді кадр бөлімдегілер құжаттарымен таныса отырып. 2 жылда старшина шеніне дейін алыпсың. Сонымен қатар самбодан КСРО спорт шеберлігіне кандидаттығың және бар екен. Бізге сендей жігіттер керек қой. Кадр бөлімдегілер ойластыра келе Талғатты қылмысты іздестіру басқармасының іздеу бөліміне жіберді. Себебі бұл кездері Астанада қалта тінтуші ұрылар мен құмарпас ойындарды жандандырушы жылпоздар алаяқтар қаптап кеткен еді. Жауыннан кейінгі саңырау құлақтай қаптаған оларды ауыздықтау аталмыш бөлімге тапсырылған болатын. Бөлім бастығы тәжірибелі тәлімгер Шаяхмет Мырзахметов Талғатты жаңа жұмысқа алғашқы күннен ақ тиянақты баулады. Баптау келсе, бәйгеге қосылмайтын сәйгүлік болмайтыны сөзсіз. Осы орайда өзінің жұмысқа беріле кірісетін қасиетін көрсете білген Талғат жарты жыл ішінде топ жетекшісі болды. Арнайы берілген жолдамамен Астанадағы арнаулы орта милиция мектебіне сырттай оқуға да түсті. Күн сайын таңертең жұмысқа кірісе алдында бөлім бастығы Шаяхмет Мырзахметовтың қарамағындағы барлық инспекторларды жинап алып, ұрыларды ұстау барысында жіберген кейбір кемшіліктердің себебін түсіндіріп отыруы және көбіне өзі бірге шығып, сырттарынан бақылап жүруі, ұрылардың психологиясын, көзқарасын қалт жібермеу, тәжірибе жинауға, жұмыстың қыр-сырын терең меңгеруге көп септігін тигізді. Шаяхметтің керемет іс кесуші екендігі сондай, ол қалта тінтуші ұрыларды кейде көзінен ақ таниды. Бұл мезгіл Шаяхметтің жұмысындағы ең қиын күндер болатын. Себебі алаяқтар көп, ал оларды ұстайтын тәжірибелі мамандар аз. Және де ол басқаратын бөлімде алғашында қысқартып тастап, тәжірибелі мамандар жұмыс іздеп жан-жаққа таралып кеткенде барып қайтадан ашқан еді. Бөлімді қайта ашу өмір қажеттілігінен туды. Сондықтан да Шәкен Талғат сияқты бойына 5 қаруы сай жігіттерге арқа сүйеді. Қалалық ішкі істер басқармасына жоғалған дүниесін тауып беруге көмек сұраған шағымдар көптеп түсе бастады. Шағымданған жәбірленушілердің көпшілігі Райымбек даңғылы мен Аэродромная көшесінен Сүйінбай трактісінің бойында автобуста, троллейбуста кетіп бара жатып, қалталары мен сөмкелеріндегі ақшаларын, қымбат заттарын қақтырып алғандарын айтыпты. Жәбірленушілермен бетпе-бет сөйлесу, фотороботтық кескінділермен жобалау арқылы мөлшермен негізгі ұрының кім екені белгілі болды. Себебі жәбірленушілердің көбісі о баста ұрыдан сезік алса да, қапыда қалған кейбіреуі автобуста жанында көзі қылилау келген бір адамның тым тақасып тұрғанын айтты. Ал ол адамның есімі Александр, өз ортасындағы лақап аты Косой деген. Бұрын да ұрлық жасағаны үшін сотталған атақты Баукеспе болатын. Сонымен қатар іздеу бөлімінде есепте тұрды.
Осындай дабылдардан кейін-ақ оның ізін кесуге тура келді. Сөйтіп, Косойдың жиі жүретін аймағын торуылға алу Талғат жетекшілік ететін топқа тапсырылды. Қараша айының орта шені, далада бет қаритындай аяз болмаса да, тұла бойыңды шымшылап өтетіндей салқындық бар. Уақыт түс мезгілі, яғни қала тіршілігіндегі қарбаластың қызған шағы болатын. Жолаушы толмаған аялдама, жүргінші сығылыспаған автобус сирек, кейде қарап тұрып, осы адамдардың жұмысы жоқ па дегенде ой келеді. Аялдама басы әрбір тоқтаған автобусқа жапа-тармағай тырмыса мініп жатқан адамдардан саябырсымайды. Талғат өз тобындағы екі әріптесі Скрябин мен Теміржанов үшеуі Райымбек даңғылының бойындағы Монша аялдамасына келген болатын. Косойдың осы жердегі сыраханада жүруі де мүмкін. Кенеттен олар өздеріне жақын манда бір жігітпен сөйлесіп тұрған Косойды байқайды. Ол әңгімесін айта тұрып, маңайындағы адамдардың үсті бастарына, әйелдердің қолтықтарына қысып, иықтарына асқан сөмкелеріне барлау жасап, көз қиығын тастап қояды. Жанындағы қырынан тұрған жігіттің де көз қарасына ұрының кейпін байқауға болады. Ол бетін өздеріне қарай бұрғанда барып таныды. Бұрын сотталған Анатолий Искандеров есімді ұры екен. Балықшы балықшыны алыстан таниды деген осы да. Екеуі бірлесіп әрекет жасап жүргендері сөзсіз. Осы мезетте аялдамаға номер 169 маршруттағы автобус келіп тоқтағаны сол еді. Көлік тосқан адамдар алдыңғы, артқы есіктерге лап қойды. Жапа тармағай мініп жатқан сәтте екі ұры бір-екі қимыл жасап көріп еді, одан ештеңе шығара алмады. Содан кейін көппен бірге ішкі салонға кірді. Артынан өз тобымен Талғат та мінді. Автобус ішінде Косой кісілердің сығылысқан сәттегі көптігін пайдаланып, орта жастағы әйелдің ысырма ауызды сөмкесін ашпақшы болғанда, әлгі әйел сезіп қалды да айғай шығарды. Енді бұның арты үлкен бәлеге ұшығып кете ме деп қорыққан және бұл автобустан ештеңе шықпайтынын білген екі ұры келесі аялдамадан түсіп қалды. Андушы топ қоса түсті. Екеуі жолдың арғы бетіне өтіп, қарама-қарсы келе жатқан номер 173 автобусқа отырды. Олар бұл жолы да андушы топтың өкшелерінен басып келе жатқанын аңғарған жоқ. Сонымен қатар Талғаттар да өз беттерімен жүрген адамдарша сезік тудырмауға тырысты. Автобуста Косойға жақын тұрған Талғат ақырын ғана жанындағы Теміржановпен сөйлесіп тұрып көз қиығын тастап еді. Ол бір қазақ әйелінің жанында тақасып тұр екен. Автобус келесі аялдамаға тоқтар кезде салондағылар тағы да әдеттегідей абыр-сабыз қозғалысқа көшті. Осы сәтті күтіп тұрған Косой әйелдің сөмкесін кеудесімен қалқалап, лып еткізіп ашты да Амьянды алған бойда жанындағы серігі Искандеровке берді. Ал бейтаныс әйел болған жағдайды сезген де жоқ. Искандеров болса Амьянды қалтасына сүңгітті де түсуге ыңғайланды. Олжалы болдық па деген екеуі дәл осы жерде қолға түсті. Қанша бұлқынса да қапсыра ұстаған қарулы қолдардан сытыла алмады. Ақшасын ұрлатқан әйел болса Астанаға Жамбыл облысы Шу ауданының Новотрой селосынан қонаққа келген екен. Амьянында ақшасымен қоса кешкі автобусқа қайтар жолға алып қойған билеті де болған. Өкінішке орай осы оқиғаға байланысты болған сот процесінде ұсталған кезде қалтасынан Амьяны шыққан Искандеров Қазақ КСР қылмыстық кодексінің 138 бабы бойынша сотталды да Амьянды сөмкеден шығарып серігіне берген Косой құтылып кетті. Айран ішкен құтылар, ыдысын жалаған тұтылар деген осы емес пе, дейді Талғат өз ренішін білдіре. Біздің занымыз да қызық. Шынтуайтуына келгенде екеуі де сотталуы керек еді ғой. Дәл осындай еңбегіңді еш кетіретін әділетсіз жағдайлар біздің жұмысында сот пен тергеушілердің
тарапынан өте көп кездеседі. Заңның осындай осал тұстарын жақсы білген кейбір әккі ұрылар үнемі сытылып кетіп отырады. 20 жасар сыған қыз Маргарита жас болса да, қалта тінту ұрлығына келгенде тым шебер еді. Қалтадан, сөмкеден болсын, көз ілестірмей сып еткізетін шапшаңдығы мен жылпоздығы талай адамды заржалатты. Оның негізгі торуылдайтын, олжа іздейтін жерлері балалар әлемі, орталық әмбебап дүкені, орталық колхоз базары мен Жібек жолы көшесінің бойы болатын. Ол адамдардың бір заттың кезегіне таласып, топырласып тұрған кездерінде өзі үшін сәті түскен мүмкіндікті мүлт жібермейтін. Ал қалта тінтушілерге қарсы күрес жүргізетін іздеу бөлімінің инспекторлары оны қанша аңдыса да сезіп қалып сытылып кетіп жүрді. Сондықтан да қылмыс үстінде қолға түсіру тым қиынға соқты. 1989 жылдың жазы, күн жексенбі еді. Талғат өз қарауындағы кіші инспекторлар Исақанов пен Скрябин үшеуі таң азанмен Жайма базарға барды. Бұл мезгіл Астанаға абитуриенттер легінің жан-жақтан ағылып келіп жатқан қызу да қарбалас шағы болатын. Сондықтан да сағат таңғы 7-ден енді асқан мөлшер болса да, Жайма базарда аяқ алып жүрудің өзі мүмкін емес. Ине шаншар жер жоқ, иін тірескен халық. Талғат бастаған топ әрі-бері сапырылысқан адамдарға сырттай бақылау жасап жүрді. Қалта тінтушілерге ұстауда әжептәуір тәжірибе жинақтап қалған олар ұрыны көз қарасынан ақ танитын дәрежеге жеткен. Осы сәт қолына үлкен бір сөмке ұстаған алып сатарды бірнеше адам лезде ентелей қоршап алды. Бұл көрініске топ мүшелері де жалт қарады. Сол топқа қарай жақындап келе жатқан Маргаритаға да көздері түсті. Қап бәлем, қолға түссен ғой бүгін. Бәрі іштей тістерін қайрады. Есілдерді сонда ауған Маргарита аңдушыларды байқамады. Жанында тура өзі шамалас жас қыз бар. Ол алып сатардың қолындағы тауармен саудаласып тұрған бір әйелдің ысырмамен аузы тығыз жабылған сөмкесін түбінен алмаспен тілді де ақырын ғана Амьянды алып жанындағы қызға бере салды. Сол сәтте екеуі де қолға түсті. Бұл оқиғаға байланысты мәселені қараған Әуезов аудандық халық соты алдыңғы соттың ізін басты. Сот процесінде үкім Амьянды қалтаға салған жас қыз Еленаға шығарылды, ал сөмкені кесіп Амьянды шығарған Маргарита сүттен ақ, судан таза болып шыға келді. Заңның осындай осал тұстарын жақсы білетін Маргарита сот процесінде қылмысын мойындамай тұрып алды. Дәл осы жағдайға қатты ызаланған Талғат тағы бірде қолға түсерсің, қу түлкі, деді іштей күйініп. Осы оқиғадан кейін арада 2 айдай уақыт өткен соң Талғат кезекті еңбек демалысына шықты. Астана келбетінде сарғыш тарта бастаған жапырақтар күз маусымының келгенінен хабар бергендей. Қалада сәл де болса абыр-сабырдың басылған кезі. Жалғыз өзі үйде бос отырғанша орталық колхоз базарына жеміс-жидек сатып алуға келе жатқан. Ломбардтың жанынан өте бергені сол еді. Қарама-қарсы тұрған кооператив киоскісінің жанында тұрған Маргаританы байқап қалды. Неше түрлі салпыншақтар сататын киоскінің алдында 15 шақты әйел тұр. Маргарита ортадағы иығына сөмкесін асынған әйелдің жанына тауар қараған адам сияқты келді де, тілінің астынан алмасты алып, көзі тауарда, қолы сөмкеде тіліп жіберді. Бұл көріністен көз алмай тұрған Талғат бір кезде оның қызыл Амьянды қалтаға салғанын көрді. Маргарита түк болмағандай ақырын ғана бұрылып кете берді. Сөйтсе, жанында анандай маңайда бақылап тұрған сіңілісі де бар екен. Талғат дереу жүгіріп келді де қолдарын артына қайыра ұстай алды.
қолдарын артына қайыру себебі әккі Маргаританың қалтасындағы әмиянды лақтырып үлгермесін дегені. Осы жолы тұтылған Маргарита сот процесінде қанша бұлталаққа салса да өзін ақтаудың жолын таппай сотталып кете барды. Талғат осы жұмыста жүрген 5 жылдан астам уақыт ішінде өзі жетекшілік еткен шағын топпен 200-ден асатын қалта тінтуші ұрыны қақпанға түсірді. Яғни 200-ден астам адамның рахметін естіп, қоғамды талайды қан қақсатқан қаншама алаяқтардан тазартты. Бүгінде қайсар жігіт, қырағы із кесуші Талғаттың атын естісе, талай әккі баукеспе ұрылар алыстан безеді. Жұмыстағы жақсы жетістіктері үшін ол милиция үздігі болды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің құрмет грамотасымен 2 мәрте наградталды. Біз алғаш кездескенімізде қатардағы старшина қылмысты іздестіру басқармасының кіші инспекторы болған. Ал бүгін болса Астанадағы арнаулы орта милиция мектебін бітірді. Милицияның аға лейтенанты, талай жасты жұмыстың қыры мен сырын меңгеруге баулитын тәлімгерлік дәрежеге көтерілді.